Қайырлы күн, Алтай Ньюс оқырмандары, сіздермен бірге Балауса Мейлс қызы аптадағы айшықты жаңалықтармен бөліспек. Хабарымызды Наурыз мерекесін шығыс жұртшылығы қалай атап өтті, осыған тоқталсақ. Төр Алтайда жыл басын өзгеше қарсы алды. Өскемен шаһарындағы этно-саябақ кешенінде Қыдыр атаның резиденциясы ашылды. Мұнда қазақтың дәстүрінен, әдеп ғұрпынан сыр шертетін дүниелер қойылған. Резиденцияны тамашалауға келген көпшілік таңданыстарын жасыра алмады. Олар Қыдыр атадан бата алып, бүлдіршін арнайы қойылған жәшікке тілектерін қалдырды. Биыл 22 күні орталық алаңға жиылған жұрттың қарасы да көп болды. Алаңдағы ақшаңқан киіз үйлер, қыран көтерген құсбегілер, садаға сынған мергендер наурыздың сән салтанатын асыра түскендей. Республика алаңындағы наурыз тойы шерумен басталды. Ақбозат мінген Қыдыр атаның соңынан сән салтанаты жарасқан мерекелік керуен өтті. Осыдан кейін облыс әкімі Ермек Көшербаев өңір тұрғындарын наурыз мейрамымен құттықтады. Ұлыстың ұлы күні біз үшін ең әуелі береке мен бірліктің, үмітпен жаңарудың нышаны. Әз наурыз әр шаңырақта шаттық пен қуаныш әкелсін. Ұлыс оң ақмол болсын. Ұлыстың ұлы күнімен сахнадан қазақ эстрадасының белгілі әншілері Калифорния, Нұргүл Мыңғатова, Ұланғасыр Қамиев құттықтады. Ал Қатон-Қарағай ауданы мерекеге орай ат шаптырып бәйге өткізді. Оған Қатон-Қарағай мен үлкен нарын өңірінен келген 30-дан астам қыл-құйрық қатысты. Бәйге көркін 5 шақырымдық құнан 5 және 10 шақырымдық аттардың жарысы қыздырды. Ауданда бәйгеден бөлек аударыспақ, қазақ күресі, қол күресі, арқан тарту, қой көтеру сияқты ұлттық спорт түрлері бойынша жарыс өтті. Спорттық шараларда жеңімпаз атанған жандарға бағалы сыйлықтар мен қомақты ақшалай жүлделер табысталды. Алтай ауданында наурызды ерекше қарсы алды. Киіз үйлер қалашығында ең үлкен бауырсақ, ең ұзын бұрым, ең дәмді бал бауырсақ анықталды. Ұлттық оюлар оюдан шеберлік сағаттары өтті. Сондай-ақ ұлттық киім көрсетілімі өтті. Биыл Риддер қаласында мейрамды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алды. Қыдыр ата мен наурыз қыз Риддерге жайма шуақ көктем мен мереке алып келді. Орталық алаңда алтыбақан 10 шақты киіз үй құрылып, мерекелік сауда-саттық ұйымдастырылып, түрлі тағамдар әзірленді. Қала тұрғындары қыран бүркіт, құмай тазы мен суретке түсу мүмкіндігіне ие болды. Ұлттық киіммен 30 шақты салт атты, қолдарына көк туымызды ұстап, қаланың орталық көшелерімен жүріп өтті. Бұл Қазақстандағы ұлттардың татулығын көрсетеді. Мейрам күні өскемендіктер асыға күтіп жүрген Шнайдер көпіріндегі қозғалыс жанданды. Жоспар бойынша сәуір айында ашылуы тиіс болған көпірде жөндеу жұмыстары толықтай аяқталыпты. Бұл туралы шаһар басшысы Жақсылық Омар өзінің ресми парақшасында бөлісті. Қадірменді қала тұрғындары, барлықтарыңызды наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлық отбасыға, әр тұрғынға тек қана жақсылық пен игіліктер, барша береке, бірлік тілейміз. Бүгін біз тікелей эфирге шығып тұрмыз. Тікелей эфирге шығуымыздың себебі өздеріңіз білесіздер. Біз қараша айында Шнайдер көпірін апаттық жағдайға байланысты жапқан болатынбыз. Сол көпірді бүгін жөндеу жұмыстарын аяқтап, қазір көліктерді өткізу үшін ашуға дайын екенін айтқымыз кеп, тікелей эфирге шықтық. Бүгіннен бастап Шнайдер көпірі ашық. Жүре берсеңіз болады, дәл қазір ашатын болады. Наурызнаманың 10-шы күні тазару күні аясында Ұлан ауданы көшет отырғызып бұлақтардың көзін ашты. Аудан көлемінде 300 түп ағаш егіліпті. Көктем келіп күн жылынып, қыс бойы толассыз жауған қар мен жауын шашын шығыс жұртшылығын біраз әбігерге салуда. Мәселен, демалыс күндері Қатон-Қарағай ауданына қарасты үлкен Нарын ауылында ерген қар бір үйдің ауласына басып кіріпті. Құтқарушылар дер кезінде жетіп, су сору жұмыстарын жүргізді. Абырой болғанда үй ішіне су кірмепті.
Сәуір болмай, тәуір болмас деп жұртымыз айтқандай, наурыздың соңына қарай шаһардағы қар ерді. Тек көлеңкелі көшелерде ғана қар қалды. Осыған байланысты коммуналдық қызметкерлердің де жұмысы күшейе түсті. 6 ай бойы қар астында жатқан жер ананы тазарту жұмыстары күндіз халыққа ыңғайсыздық тудырмас үшін түнгі уақытта жүргізілетін болды. Бүгінгі хабар тамам. Келесі кездескенше күн жақсы каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.